13 апрель. Құлсары іші заправка намышына қалай қалып қойған. Өте алмай қалды осы. Құлсардың жағдайы мінекей мынау. Опырылып болатқан здание. Жақтағы үйлердің әлі терезесіне кетіп жатыр су. Су әлде де сарылдап мінекей ағып жатырған. Сыртына шығып, башыдан артымен келіп тұр осы. Башыдан артымен келіп тұр. Артымен келіп, микронатриуға қарта әлі құйылып жатыр. Не деген су деймін да, әлі тосылмайтын. Башыдан неден бәйін қатып тұр. Мына әрбір ол бір қамыс көл болып жатыр ғой, бір қамыс көл дейтініміз ол. Біздің ауылдағы ең үлкен көл. Сол көлге барып құйылады ғой қамыс көлдің. Құрсайдың суы. Қазір біздер Атырау мен Құлсарының екі ортасында трассаны жасап жатқан жерге бара жатырмыз. Әлі көлге телеге теңіз болып жатыр. Жаяу жүру мүмкін емес қой. Барса да қайықпен барады, қайықпен барған жағдайда МЧС-тің адамдары бірге бару керек, әйтпесе мына жер дейтін қауіпті аймақ, өте қауіпті аймақ болып саналады қазір. Мына заводды итеріп бұзып кетті ғой да тоғы. Заводың астын көтеріп жүріп қақтылайды ғой көрген адамдар. Енді мен воротаны лақтырып тастаған ғой. Қайырып жалып тұрған, кілтеніп тұрған ғой. Кілтеніп тұрған воротаны лақтырып тастаған ғой. Шет жақта Анашым деген магазин. Ол Анашымда бірталай тамақтар көмектесті, жұмыс жасап жатқан жігіттерге суға кетпей тұрған кезде де. Осы жерден тамақтасты ғой. Құлсары мен Атыраудың трассасы ғой, Құлсарыға кіре беріс жер. Жолды мынандай қылып ойып кеткен. Көрінбей қалды да дұрыс. Мынау мінекей Атырау жолының трассасы, Құлсары Атырау. Асфальтты қалай шайып кеткен мінекей көріністер. Бөліп кеткен, бөліп кәдімгідей. Мына жерде неше метр, 20 метр деседі ма? Өте көп бар. Ойын болып қалып кеткен. Арғы бетте жұмыс жасалып жатыр, уақытша өте тұруға, жол жасауға тырысып жатыр. Ал мына судың ағысы мынау әлде де тоқтайтын түрі жоқ. Бүгін 13 апрель 2024 жыл. Арғы беттегі жігіттерге әбете келіп тұрған едік, бірақ біздер келіп алып кете аламыз дедім. Мен қазір алып кететінде жолды көрмей тұрмын. Хабарластық. Қазір келуге тырысатын болар енді. Баратын жерімізге дейін бардық, бірақ екі орта мана көрсеткендей қойылып жатқандықтан нарғай өте алмағасын бергі бетіндегі жұмыс жасап жатқан жігіттерге тастап кеттік. Андай триколор дейтін көлік бар ғой, вездеход. Солменен қазір өтіп алып барарымыз деді. Іске сәттейміз баршасына. Мына жер жаңа ойылып түскен жер ғой, Құлсардың іші мынау. Мына жағы Газпром, мына жағы микронатриу. Мына жерде жолды ойып түскен. Мына жерде шетімен жүру де опасно екен, иә? Жермен жүрмесең